Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен Аружан. Бүгінгі видеода осындай тәп-тәтті орешкаларды дайындайтын боламыз. Ендеше бірге жасайық. Алдымен атысымызға 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне қантымызды саламыз және осының барлығын венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Қатты ыстық емес, ерітілген сары майымызды массамызға құйып, тағы да венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Ұнымызға қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Массамызға ұнымыздың тек жартысын салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Тағы да кішкене ұнымызды салып, оны да венчикпен араластырамыз. Тағы да жарты ұнымызды салып, бұл жолы лопаткамен араластырамыз. Бұл жолы венчик қолданбаймыз. Қалған ұнымызды қосып, осыдан қамыр жасаймыз. Бізде осындай қолға жабысатын жұмсақ қамыр шығу қажет. Оған артық ұн салмаймыз. Бұл қамыр тоңазытқышта өзі бірігеді. Ол үшін осындай салфанға қамырымызды саламыз да жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Сол уақытта біздің қамырымыз қолға жабыспайды. Міне бізде осындай қамыр шығады. Қолға жабыспайды, өзі жақсы біріккен. Енді осы қамырымызды кішкентай етіп томалақтаймыз. Мультипекарымыздың астына кішкене май жағып жіберіп пісіреміз. Бізде осындай орешкалар шығуы қажет. Енді оның ішіне вареный сгущенкасы жағамыз. Ішіне грецкий орехты де салып жіберуге болады, өздеріңіздің қалауларыңызша. Міне достар, менде осындай орешкалар шықты, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Егер де видео ұнаса лайк басып, менің арнама тіркеліңіздер. Келесі видеода жолыққанша.